Сіздер апталық шолу бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Менің есімім Амина Досан, олай болса бастайық. Өткен аптада өзін тануға арналған 10 күндік өз жалғасын тапты. Аптаның әр күні оқиғаларға толы болды. Әр қайсына қысқаша тоқталып өтсек. Дүйсенбі күні 10 күндіктің аясында өзін тану әлеміне саяхат атты плакаттар байқауы ұйымдастырылды. Оған 5-7 сыныптар қатысты. Оқушылар ойларына еркіндік беріп, өз суреттері арқылы жалпы адамзат құндылықтары туралы ойларын білдіруге тырысты. Осылайша өзін тану әлеміне саяхат жасады. Сейсенбі күні мектебіміздің педагог-хореографы Айдана Бұлғанқызы ризамын бүгінге тақырыбында флешмоб өткізді. Мұн бұралған биші қыздар заманауи хит әндерге билеп, өздерінің өмірге деген ризашылықтарын қимыл қозғалысы арқылы жеткізді. Ризамын бүгінге, ризамын ертеңге, ризамын әрқашан. Жалпы өткен аптаны 5 құндылықтар аптасы деп атауға болады. Дүйсенбі күні ақиқат күні болып жарияланды. Оның символы ақ түс болды. Ал сейсенбі сүйіспеншілік күні болып аталды. Оқушылар мен мұғалімдер қызыл түсті ұстанды. Сәрсенбінің сәтінде барлық оқушылар мен мұғалімдер сары түске киінді. Себебі бұл күні ішкі тыныштық күні болып белгіленді. Әрі қарай бейсенбі дұрыс әрекет, яғни жасыл түс болса, жұма қиянат жасамау күні, яғни көк түс символға айналды. Сәрсенбі күні мектеп парламентінің мүшелері республика бойынша кең таралып жатқан алтын жүрек челленджіне қатысып, бейнеролик әзірледі. Номер 3 Бескөл орта мектебі алтын жүрек челленджіне қатысамыз. Алғыс қазақ халқының ұлттық танымдағы ізеттіліктің бір түрі. Қазақта кішіпейіл болсан, кішірейіп қалмайсың деген мәтел бар. Кішіпейілдік танытып, жылы ілтипат білдіру адамдардың арасында жақсы қарым-қатынас орнатары сөзсіз. Аналарымызға рахмет айтамыз. Бесконечная благодарность всем семьям. Елімізге ризамыз. Ата-анамыз бен тәңірімізге ерекше үлкен алғыс. Big respect to the teachers. За счастье мы скажем спасибо тебе. Давайте все вместе скажем, друзья. Спасибо, что есть у тебя, у меня, за чистое небо, леса и поля, за воздух, где вертится наша земля. Сәрсенбі күні өзін тану, сүйіспеншілік пен шығармашылық педагогикасы 10 күндігі аясында 4-ші сынып оқушылары Бақыт үйі атты фотоальбом жасады. Оны өзін тану пәнінің мұғалімі Эльдар Сандыбаевич ұйымдастырды. Дәл осы күні 6-ші сынып оқушылары эссе жазудан бақтарын сынады. Тақырып рух қаһарманы, яғни батыр Бауыржан Момышұлына арналды. Оқушылар Бауыржан атамыздай қаһарман тұлғалар туралы тың мәліметтер алды. Бейсенбі күні мектеп кітапханашысы Самал Вахиддин қызы 4-ші сынып оқушылармен танымдық сағатын өткізді. Толығырақ тілшіміз Аялым Нумуканова баяндайды. Біз қазір мектеп кітапханасына келе жатырмыз, себебі ол жерде өте қызықты іс-шара болып жатыр. Мектебіміздің кітапханашысы балаларға кітаптың қалай пайда болғаны жайлы айтып жатыр. Өте қызықты тақырып. Кедергі жасамайық. Чтобы книга была очень интересна для читателей. То есть художники изображают вот такие яркие, красочные картинки, да, чтобы детям было интересно читать. Кітапсыз адам өмірін елестету мүмкін емес. Әсіресе мектепте балалар күнделікті оқулықтары мен қосымша әдебиеттермен жұмыс жасайды. Алайда осы кітаптардың қалай пайда болғанын бірі білсе, бірі білмейді. Сол себепті мектеп кітапханашысы Самал Вахиддин қызы оқушылармен осындай танымдық іс-шара өткізіп жатыр. Сондағы мақсаты балаларды кітап оқуға қызықтыру екен. Сейчас запущен масштабный проект, который называется «Читающая школа, читающая нация». Целью данного проекта является формирование стремления, формирование статуса чтения, качества чтения и читательской активности. Сегодня я провела мероприятие. Целью моего мероприятия было формировать стремление к ежедневному чтению. Также
было воспитать любовь к книге, бережному отношению к книге. В своем мероприятии были поставлены такие задачи, как привлечь детей к чтению и изучить читательскую активность, читательскую ситуацию в классе. То есть сегодня ко мне на мероприятие пришел 4 класс. Мектеп кітапханашысы оқушыларға кітаптың қалай пайда болғанын және оның өміріміздегі маңызын түсінікті етіп жеткізу үшін әртүрлі ойындар ойлап тапқан екен. Мысалға, кітаптармен байланысты жұмбақтар мен мақал-мәтелдер жасырып, ертегі кейіпкерлеріне қатысты сұрақтар құрастырған. Книга любит бережное отношение. Книга любит ласку. Книга любит яичницу. Балаларға ұнағаны сондай, олар әр сайыста белсенді болды. Ал мектеп кітапханашысы өте тапқыр оқушыларды ынталандырып, сыйлықтар таратып берді. Я тебе желаю также много читать, держи, много читать и также приходить также в библиотеку, хорошо? Мен Абукирова Динара Жасұланқызы, 4-ші сыныбында оқимын. Осы бүгінгі сайыс маған қатты ұнады. Біз сонда кітаптар жайлы көп білдік. Және де біз сұрақтарға жауап бердік, викторинаны ойнадық. Маған өте қатты ұнады. Менің аты жөнім Хакім Шыңғысхан, 4-ші сыныбым. Бүгінгі осы сайыс маған өте ұнады. Сұрақтарға жауап бердік, ойын ойнадық, кітаптар туралы көп білдік. Осы кітапханаға келіп, кітаптар алып оқыңыз. Өткен аптада болған ақпараттар легі осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.